Азаматтың Қазақстан бойынша таныстары мен достары көп, және олар біздің ел сияқты көп қырлы. Бұл батыр әрі батыл ерік. Ол атыраулық және оның тағамын талғампаздығы осы дастарханда отырған барлық адамды таң қалдырады. Оның жанында Серік, Қазақстанның солтүстігіндегі белгілі аграршы. Ол кез келген дастарханның маңызды бөлігі, нанның демеушісі. О, бұл Марат. Ол Ақтаудан және осымен бәрі түсінікті шығар. Ол барлық дастарханның демеушісі. Қандай той мен дастархан беріксіз болмақ. Заводтардың, газеттердің, пароходтардың иесі кез келген шымкенттік сияқты мерекелердің қыр-сырын біледі. Мерекенің мәдени бағдарламасына Данияр жауап береді. Ол Абайдың өзімен бір рулас. Сондықтан оның қара сөздерін жатқа айтып, айтысқа қатысады. Біздің мәдениетіміз бен дәстүрлеріміз бізді біріктіреді. Біз әртүрліміз және бұл біздің күшіміз. Бізді біріктіретін ортақ құндылықтар, өз еліне деген сүйіспеншілік және ал бізде 5 картопсыз, бізде сәбізсіз. Сәбізбен 5? Әрқайсымыз өз аймағымызбен, мәдениетімізбен және дәстүрлерімізбен мақтансақ та, әрқашан бір тұтас ел екенімізді есте сақтайық. Ал енді өзіміз шай ішейік.